Ля-ля-ля-ля-ля. Так, осы жерін бүйтіп сосын істерім. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Жасмин. И достар, мен бүгін өте керемет нәрсе ойлап таптым. Бүгін мен выживаниемді қосып алайын. Үстіме осыны броня киіп алайын на всякий случай. Потому что қазір менде мобтар алдына шықпауы мүмкін. Сондықтан оларға мен қарсы тұруым керек. Мен киркадан осындай алмазбен осындай незеретовая кирка алып алайын. Короче, өстіп аламыз. Ойбай, незеретовая. Ал кеттік, мен дайынмын. Пойдем. Бірақ қай шақтыға барамыз? Мен осы ойымда жоқ. Так, тауып алайықшы бір шақты. Опа. Слишком дәу сияқты. Маған нормально керек. Что это? Ничего. Не нужно. Ана шахта. Осы шахтаға бара берейікші, нормальный. Так, сен. Так, кеттік. Выживаниемді қосып алайын. Менің Алекс болып жүрген себебім, менде Майнкрафтта скинім бар ғой, әрине, скинім бар. Но бірақ скинімен істейін десем, істелмей жатыр. Менде сондай проблема такое у меня. Ну не. Бұнда түк жоқ қой. Не могу. Қайттан яны творческіға баратын болдым. Не нормально, в общем. Мен яны ашуақпен ешшат сияқты. Сондай, андай не болса екен ше, Майнкрафт. Слишком дәу, адасып кететін сияқты. Шығамай үйімнен. Жаңа кішкентай не сияқты. Тағы бір шақты табу керек маған. Опа, мен қарлы жерге келген сияқтын. Осы жерлерге, короче, ертең соғам. Ертең сол видеомды обязательно көріңдер. Ертең сондай видео болады. Қай жерде шақты бар өзі, бля. Топы айтқандайық. Туына шақтыға барым деп тұр, әрине. Көп алмас табылатын сияқты. Но бірақ маған нормальный шақтылар керек. Вот, сол енді. Не? Қазір бізде свет жоқ. Сондықтан осы енді. Ей, шақты бар ма өзі? Нормально бұл жерлерде. Блин. Осыны именно шақты керек кездерде аз шығады. Қарады достар, мен бір шақты көріп қалдым. Мен сол шақтыға қарай кетейікші. Так, осы жерлерде мейді жаңа шақты. Осы жерлерде. Осындай бір кішкентай шақты бар екен. Что за? Не дейді мұнда? Кіруге болмайды. Пофиг. Маған бәрі кіремен. Мен выживанияда ұмытып кетіппін ғой. Так, қазір қояйын выживанияны. Так. Түк жоқ сияқты ғой. Түк жоқ па? Точно. Шамәлі. Булыжниклар жинап алсайын. Басқа бияқты алмаз жоқ, білем өзімде. Неменеге бұндай не іздеп жатыр мен? Кстати, алмаздар осындай нелер жақтарда болады. Оқшында сен қайдан шықты? Так. Астында үш алмаз ба не бірден? Ема, немене мынау? Енді бұманы өлей жасап едім. Бүйтіп алсайық. Не? Мен почти баймын ғой. Достар, бұның бәрі өтірік деп ойлап қалмаңдар. Мен енді бұл мерға жаңа ғана кірдім. Және осы мерда болды енді осы жерде соғам деп едім. Қараңдар енді. Наште де алмаз ба не? Ё-ма. Тағы да алмаз болса екен. Алты алмаз ғой еще так. Болды енді осылармен қайтайын.
Мама, енді мұнда өліп қалар жатырмын. Кетті. Ана жерде алмаз тұр ма не? Бүгін мен плотно байымын. Бұның бәрі өтірік деп ойламаңдар. Мен енді көріп тұрмын бұл жер шахтаны. Енді көріп тұрмын, енді. Так. Шаман көп екен ғой. Еще артында да бар, ё-моё. Бәрі өтірік деп комментарияға жазбай қойыңдаршы, өтінемін. Бұның бәрі шын сияқты. 13 алмаз уже 14 болып жатыр. Мен бұндай алмаз табамын деп ойламаппын. Қой, бүгіннен бастап мен осы алмаздармен үйге қарай қайтайын. Үйімді бітіріп тастап, осындай сундықтарыма осы алмаздармен сап қоя салайын. Дай бүгін осы видеода үйімді бітіре салайын. Қараңдаршы, уже 6 опыт жинап алдым мен. Қандай молодеспін да. Так енді үйіме қарай ұшып бара салайын енді. Ұшып емес, үйім жақын сияқты ғой. Жақын ба? Почти. Жақын болса екен. Жарайды, жақын ба, жақын емес па, маған пофиг, бара берем. Да. Мына жақтары, бұяқта да шахта бар екен. Анау тұр ғой үйіміз уж. Давай ағаш жинап аламыз ба, шамалы? Опыт жинап дегендей, өзіміздің үйімізді өзіміз істеп дегендей. Жақсы емес па, өз немізден кәдімгі творческий дан істегеннен гөрі нормально ғой, шамалы опыт жинап. Сөйтіп жинап алайықшы адам құсап. Немене бір творческий дан басқа зат аламаймыз, өмір шамалы выживать етіп дегендей. Мен осы кәдімгі мобтармен шайқаса алмаймын, мысалы. Крипер, скелет, зомби, сендер шайқаса алатын шығарсыңдар, әрине. Мен бірақ қыз басыммен шайқаса алмаймын дұрыстап. Бірақ жыныма тиген кезде, мә саған деп ұрып тастайтын әдетім бар. Мен негіз бұрында Майнкрафт деген вообще білмейтін тұғымын. Осы 2019-да білмейтін тұғым. Майнкрафт деген не екен деп білмейтін тұғым вообще. И қазірден бастап уже мен Майнкрафт деген не екен біліп, осы ойында мен сүйсініп ойнайтын болдым. Екен күшті ойын ғой, бұл прекрасный. Еще так. Майнкрафтта қалай бастың дегендерге, короче, описанияда аты болады, солмен баспаңдар, короче. Алма түсті, как раз. Қарным ашып тұрған жоқ, бірақ та. Қарным ашып тұрған жоқ. 5 ағаш, не нормальный же. Дай осыны сиырды ялға саламыз. Сиырдың еті өте дәмді ғой, білесіңдер өздерінде. Жылқының еті дәмді. Маған өз басым осы қойдың жүнін алайық, кровать жасаймыз. Емізге, өзімізге керемет болады ғой. Зато еті де пайда. Қойды өлтіріп жүндер. Жүні пайда, даже тамағы пайда. Короче, сөйтіп жүндер. Менде опытым уж 6 болды. Мен өте молодеспін. Давай угол жинап аламыз осы жерлерде. Осы әдемі жерге кеттім, ол как раз өзімде. Да, достар, да? Шаңаға не жерімізге, бля. Тағы да алмаз болса екен. Вообще байып кететінем. Жақсы енді. 16 алмаста болым ғой. Бәрібір баймын ғой, так. Бәрі өтірік, өздерің бірінші жасап алғансың деп айтпай қойыңдар. Бұл жерде мен уже осы ойынды бастамай тұрып 1 минут бұрын ашқан болатынмын. Сосын шамалы ағаштар жинап алып, сол аны үйіме қарай кірістім мен. Сөйтіп уже почти нормально болдым. Сөйтіп, сосын шахтаға барайын деп шештім да, видеоға түсіре салдым. Сосын осы неге жеттім, короче. Осы алмазға қарай жеттім, короче.
сендер бұның бәрін өтірік ойбай не творческийден албаған деп ойламай ақ қойыңдар бәрібір.